Сәлем достар, тез қартаймау үшін жасау керек 15 әдет. 60 жаста 40-тағыдай көрінгіңіз келеді ме? Олай болса, лайк басыңыз да осы видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен дене жаттығулары арқылы денеңізді күттіңіз. Көбірек жаяу серуендеуге немесе велосипедпен жүруге тырысыңыз. Пластикалық операцияға жоқ деп, шын жүректен табиғи жолмен жасару техникаларына деген көзқарас танытыңыз. Өз салмағыңызды бақылаңыз. 30-дан кейін жазда купальник кию үшін бір апта айран ішу жеткіліксіз. Сонымен қатар, артық салмақ сүйектердің тозуына және тірек қимыл аппаратының дисфункциясына ықпал етеді. Әр көктемде өзіңізге, ер адамға, жұмысқа, өмірге ғашық болудың орнына өзіңізге ғашық болуды үйреніңіз. Кешкі сағат 7-ден кейін тек су ішуге тырысыңыз. Таңертең таңғы астан рахат алу ол үлкен ғанибет. Күн сайын кем дегенде 5 рет рахмет айтыңыз. Әлем сізге рахмет айтсын. Сағат 23:00-ге дейін ұйықтауға жатуға тырысыңыз. Гаджет құшақтап жату емес, сүйіктіңізбен құшақтасып ұйықтаңыз. Дұрыс матрас пен жастық таңдаңыз. Кем дегенде 8 сағат ұйықтауға тырысу керек. Ешқашан өзіңізге дауыстап, мен жасай алмаймын, қорқамын, мен лайықты емеспін деп айтпаңыз. Жаңа нәрсені білуге, өміріңізді жарқын көзбен көруге ұмтылыңыз. Сонда ішіңіздегі ізденімпаз бала ешқашан қартаймайды. Бүкіремейміз. Асан көмен жұмыс жасаңыз. Денеңізді және бетіңізді қысымнан арылтыңыз. Және мұны қалай дұрыс жасау керегін үйреніңіз. 3Ж ережесін ұстаныңыз. Өкінбеңіз, шағымданбаңыз, сараң болмаңыз. Демалыс және мереке күндері өзіңізді еркелетіңіз. Биомеханикалық тұрғысынан дұрыс жүруді дамытыңыз. Ал өмірге жеңіл қадам басыңыз. Ешқашан өзіңізді, сыртқы келбетіңізді және жетістіктеріңізді басқалармен салыстырмаңыз. Сіз өзіңізде жалғызсыз. Ең соңғысы, осылардың барлығын бір күнге ұмытып, сағат 21:00-ден кейін қасықпен торт жеп, жалғыз немесе жай ғана көңіл күйсіз болуға мүмкіндік беріңіз. Өзіңізді қабылдағаныңыз жөн. Мне можно все деп бір күн өзіңізге рұқсат беріңіз. Өзіңе көңілі толмай, жиі ұрысып жазалайтындар бар ма? Өзін салыстыратындар бар ма? Комментарияға сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Сау болыңыздар.